Bir tuğanı bildirip kovaca soğuğu yalnız namı tuyunduk vardık senden tüzün benden tüzünün olmuş gibi olsun da sanlarda duran aldığında Ekim aldın eki solumun yalnız yürgünü süyüpük vardık nefseni çok kılan koş kanatın tuyunduk Üsteden zambalamın ümitinde koşamın el aralık meydeşte esimenin kolunun Töz degen sahip olan bir üstten çok olan jakşı olan balığa jakşı degen bakıyor Vardık senden 5 jakşı buğa bolat dik jakşı ateşlikde koyun 5'e olan bal tarttı Altı kanat bozuydu koyuğu keret kırgızım Altı bakat renkçek ırda beret kırgızım Min cetimi bir cumada cetik kun Biri cürgün daima biri kızıl cetik 8 kanat bozuyu çok dayılarda dikişen Sevgi sörüp taşlarım sulu kızlar gülür. Bu senin takalım, top sana çoğulum, top tumanın başlar, toz kanal oynamaz. Azamat, sangar bangar. Korban lütufin ver. On your head. One little finger, one little finger, one little finger, clap, clap, clap. One little arm, one little arm, put it on your nose, nose. One little finger, one little finger, one little finger, clap, clap, clap. One little arm, one little arm, put it on your chin. One little finger, one little finger, one little finger, clap, clap, clap. One little arm, one little arm, put it on your arm. One little finger, one little finger, one little finger, clap, clap, clap. One little arm, one little arm, put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, clap, clap, clap. One little arm, one little arm, put it on your foot, put it on your leg, leg, put it on your arm, arm, put it on your chin, chin, put it on your nose, nose, put it on your hand, hand. Now let's wave goodbye, goodbye.
Бүгінгі байрамымыздан шартты өтті. Оба, көрген оқуларда мықты болды. Идея жақты. Отырдаған ырлары жақты. Балдар, сілер англис, қырғыз, түрк тілдеріне да жақсы үйреттіңіздер. Оба балдар, азаматсыңар. Андемесі қошташу бақыты келді. Қошқыла балдар, бұндан кейін жақсы оқуғыла. Oyunға берсек, біздің әкімдер бөліс активті қатысып береді деген ойдыңыз. Көрсетілік, сіздер қайсы қатарда кимдин қызының же баласының мүчөсі тұрады. Мысалы, құлағы болсын, же тиши болсын, ушундай мүчөсүн атап беришиңиздер керек. Кимдин биринчи турган сүрөт, кимдин құлағы. Бұл жақта биринчи турган жакшы эстеңиздер. Биринчи бұл жақтан биринчи турган кимдин құлағы. Мақұларым менің құлағы деді. Азыр бұйырса барын атап алайын. Кейінгі Аминаның құлағы қайсылы жүйек сіз атап берсеңіз. Ал бұл жақтан бірінші, жақшы, Нарикой жүйе бір алған құлағы. Үшінші болса керек. Үшінші болса керек. Бұйырса көріңіз. Бұл жерде сізге оңай болып қалды еме? Рахмат еже. Бұл жерде екінші Аманелдің құлағы деп отыр. Анда біз көрелі. Бірінші Арукенің құлағы, екінші Аманелдің құлағы, үшінші Билалдың, төртінші Аминан. Азаматсыздар. Азыр бұл жерде еме балдарыңыздан тіштерін көрсетілген. Сіздер атап беришиңиздер керек. Üstündögün ekинчisi. Аманет. Üstündögün ekинчisi бұл жақ бұрышта. Аха, жақсы. Нарикой дейсіз. Төртінші. Екінші, последний. Екіншіден ең ақырғы. Бексіңдер, сіздер бұл жақ өз алсыңыз. Ателеңер көрбей албасын. Андан кейін Аминаның тишін атап берсеңіз. Алда жақта екінші. Анда біз көрілі. Бірінші Аманелдің тиші тура табылбай қалды. Екінші Аминаның тиші дағы тура табылды. Оға кейінгі Арукенің тиші тура емес болып қалды. Билалдың тиши тура табылды. Азаматсыздар. Кейінгі Emi бұл жерде балдардың өздері тартылған. Бірінші Билалдың көзі дейік. Бұйырсады көріңіз. Екінші ақырғы төртінші Аманелдің көзі. Төртінші Аманелдің көзі дейік. Андан кейін Аминаның көзі. Оқшайды. Ondan ikincisi azı buyursa görürüz. Birinci Bilal'ın gözü tuğra. Altı şeyceki. Birincisi Amanel'in gözü tuğra taldı. Kiyinki Aruke'nin gözü. Andan kiyinki Amina'nın gözü. Azamatsızlar. Sizlerge küçük iyi olsa dağı bileginiz var. Rahmat sizlerge oyunluktan orna alsanızlar olur. Hazır кезекте cücülördün biine vermekçiyiz.
мои цыпленки, цып-цып-цып, мои красавки, развеселые дружочки, мои желтые комочки. Голубые горницы, подойдите вы на лица, вам прохлады добавится, дамы просто их жениться. Ой, мои цыпленки, ой, мои красавки, ой, мои цыпленки, ой, мои красавки, вы пушистые комочки. Мои цыплятки, цып-цып-цып, мои красавки, развеселые дружочки, мои желтые комочки. Цып-цып, мои цыплятки, цып-цып-цып, мои красавки, развеселые дружочки, мои желтые комочки. Ой, мои цыплятки, ой, мои красавки, ой, мои цыплятки, ой, мои красавки, вы пушистые комочки. Hazır söz кезegi Amirbek ağayga söz vermekçiyiz. Ата-эналар, бүгүнкү Алипе майрамынын катышуучулары, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз, биринчиден кош келипсиздер. Мына жылдын башында, сентябрь айында сиздер менен болгон ата-эналар чогулушунда бир канча сөздөр айтылды. Балдар жаңыдан ушу мектептин босогосун аттап, ушул билим жолуна кадам шилтеп атканда, буюрса жакшы кандай гана жакшы ниеттер менен ушул окууну баштадык. Мына бүгүн көз ачып жүргөнчө бир 7-8 ай өтүп, айдан ай өтүп, мына бүгүн балдарыбыз ушул Алипе китебин бүтүрүп, жыйынтыктап, Алипеге кош айтып, 1-классты бүтүрүп отурушат. Алипе китеби кыргыз тилинде, кыргыз элинде дээрлик 100 жылдан ашык жылдан бери окутулуп келип атат. Билесиздер, Алипе китебинин атайын ушул көп жылдардан бери ушу өзгөрүлбөгөн жалгыз жазуучусу Сулайман Рыспаев кыргыз тилинде ушул Алипени жазып чыккан. Кыргыз тилинде биринчи жолу кыргыз китеп тарыхынын ачкычы болуп 1911-жылы Ишеналы Арабаевдин ушундай бир кыргыз тилинде бир китеп басылып чыкканда, ошондо баары толкунданып ушундай сүйүнүп ыйлашкан экен да. Биз кыргыз тилинде да бир китеп көрүп өттүк экенбиз, өзүбүздүн тилде окуйт экенбиз деп. А мына бүгүн 100 жылдан ашып кетти. Ошол убакыттан баштап бүгүнкү күндө балдарыбыз, кыздарыбыз ушу Алипе китебин окуп, билим жолуна, жалпы эле турмуш жолуна эң биринчи жолу ошол жерден кадам шилтеп сапар аттанып турушат. Мен тилеймин, ушул быйылкы жылы биринчи жылы толук менен биздин окуучуларыбыз шаар окуганды, ырдаганды, сүйлөгөндү, өз ойлорун кең айтып бергенди, же болбосо математикада чыгарганды, кошконду жакшы үйрөндү болуш керек дегенден толук ишеничтемин. Албетте бул жөнүндө ата-энелердин көргөзгөн көмөгү, өздөрүнүн келип ушул лицейде күнүгө мугалимдер менен, ассистенттер менен кабарлашып катышып туруусу бул албетте чоң таасирин тийгизди деген ойдомун. Мен дайыма эле ушуну айтып келем, ата-эне мектеп менен тыгыз байланыштуу болуп, жакшы ушу мугалимдер менен кошо иштешсе, сөзсүз түрдө ошол баланын ийгилигине жакшы таасирин берет деген ишеничтемин. Бул жерде дээрлик 1 сааттан бери кыздарыбыздын, балдарыбыздын ырдаганын, сүйлөгөнүн, ойногонун баарын көрүп отурабыз. Мен чын айтканда толкунданып, кубанып отурдум. Бул нерсе албетте оңой эмес. 1-класста 6 жаштагы окуучуларыбыздын кыргыз тилинде гана эмес,